Баршаңызға сәлем достар, каналыма қош келіпсіздер. Бүгін мен сіздермен қайнатпалы қамыр, яғни профитролидің рецептісімен бөлісетін боламын. Ең алдымен кастрюлемізге суымызды құямыз. Үстінен сары майымызды саламыз. Алдын ала қыздырылған орташа отқа қоямыз. Үстіне бір қасық қант және бір қасық тұз саламыз. Қайнағанға дейін күтеміз. Осылай қайнап шыққаннан кейін газдың астын тағы да төмендетіп, ұнымызды бірден салып, тез-тез араластырамыз. Осылай 5 минут суын кептіріп араластырып тұрамыз. Содан соң қамырымызды оттан алып, 1-2-3 минут қамырды суытамыз. Бір-бірден жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырып отырамыз. Жұмыртқаны қамырымыз суығанда салғандарыңыз дұрыс. Ыстық болса, жұмыртқа пісіп қалады. Қатты суықта болмауы керек. Жылы қамырға жұмыртқаны қосуымыз керек. Жұмыртқаны қол миксермен араластырсаңыз да болады. Міне біздің қамырымыз дайын. Осындай жұмсақ біркелкі қамыр болу керек. Мен формасын келтіру үшін осындай насадка және кондитерлік қапшықпен қолдандым. Сіздер жай ғана қасықпен немесе қапшықтың өзімен формасын келтірсеңіздер болады. Егер насадкадан қолдансаңыздар, формалары әдемі болып шығады. Осындай аралары кең болу керек, өйткені біздің профитроллеріміз 2 есе көтеріліп шығады. Пешімізді алдын ала қыздырып аламыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста 20-30 минуттай пісіріп аламыз. Пісіп жатқан кезде пештің аузын ашпағандарыңыз дұрыс. Профитроллер көтерілмей қалады. Міне біздің профитроллейіміз дайын, осындай жеңіл болып піседі. Енді оның ішін біз креммен толтырып шығамыз. Қалаған креміңізбен толтырсаңыз болады. Жасалуы қиын көрінгенмен өте оңай жасалынады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Каналыма жазылып, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер.